9-шы практикалық сабақ Асан Қайғы жайлы ақиқат пен аңыз шығармашылығының зерттелу жайы. Жоспары: Асан Қайғы өмірбаяны, ғалымдар зерттеуі, шығармашылығы, толғаулары, философия дүниетанымы және қорытынды. Асан Қайғы Хасан Сәбитұлы 14 ғасырдың ақыры мен 15 ғасырдың басында өмір сүрген мемлекет қайраткері, ақын, жырау, би, философ. Әз Жәнібек ханның ақылшысы болған. Әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жетіәулие қорымындағы Асан ата кесенесі Асан Қайғы мазары делінеді. Асан Қайғы Сәбитұлы 14 ғасырда ғұмыр кешкен. Алтын Орда қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өздерінің абызы бас биі Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған дала философы. Осындай ойшыл ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы сөзін қосылып аңызалып кеткен. Шежіре аңыздардың айтуынша Асанның әкесі Сәбит ұзақ жасаған. 18 мың ғаламның құстың жан-жануардың тілін білетін, өзі көріпкел, әулие, атақты саятшы болса керек. Ол баласы Асанды ес білгеннен осындай қасиеттерге баулып өсіреді. Сондай өнегелі ұлағатты тәрбие көрген Асан жас кезінен ақ туған халқының қамын, оның келешекте ірі де іргелі болу жағын ойластыра бастайды. Сондықтан да ол жас болса да хан, сұлтан, би, бектермен бірге жүріп, оларға ақыл қосады. Ой пікір жарыстырып, тайталасып ер жетеді. Бозбала кезінен ақ ол ақындық, жыраулық, шешендік, тапқырлық өнерде жетік меңгереді. Ғалымдар зерттеуі бойынша оның өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асан Қайғы шығармашылығында негізгі орын алатын қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық, нақылдық жанрлар толғау, терме, шешендік сөздер болып табылады. Асан Қайғының шығармаларын жинап зерттеумен Уәлиханов, Потанин, Көпеев, Сейфуллин, Әуезов тағы да басқалар айналысқан болатын. Жыраудың ақындық мұрасын бастыру 19 ғасырдың соңында басталды. Асан Қайғы заманында Алтын Орда ыдырап, оның орнына Қырым, Қазан, Өзбек хандықтары пайда болды. Ноғай ордасы тарап, қазақ хандығының тарих сахнасына шығуы хандықтар арасында қым-қиғаш, талас-тартыста аласапыран кезеңмен тұспа-тұс келді. Кейінгі ұрпақ әулие танып, аты аңызға айналған көшпелілер философы Шоқан Уәлиханов атанған Асан Қайғы өзінен қалған қысқа сын болжаулары өсиеті арқылы өзінің жайынан да, заман аңғарынан да бір талай көрініс біліп дерек береді. Шығармашылығы ел дауыл, жер дауын, әдет-ғұрпын мәселесін шешерде оның ақылдылығы, алғырлығы, кесімді, шешімді билік сөздері өзге би шешендерден үстем болып шыққан. Әз Жәнібек бүкіл алаш жұртын билеген Алтын Орда ханы Асан жырау сол Әз Жәнібекпен бірге талай-талай мәселелерді басқаруға, шешуге араласады. Әз Жәнібек өлген соң Асан Қайғы дешті қыпшаққа қайта оралады. Алайда Алтын Ордадан бөлінген рулар Шу, Сарысу бойына орналасқан соң ел іргесі берік, ағайын арасы тату болуы жолында күреседі. Асан Қайғы ең алдымен хандық үкіметті күшейту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажет деп санайды. Әз Жәнібек ханды уақытша табысқа мастанып кеттің, қазақ халқының Алтын Орда болашағын жете ойламайсың деп сөккен. Асан Қайғы қойға, қошқарды, жылқыға салмай, айырбастамай, сиырлы бұқасы сақтап, малды 3 жылға дейін ту қылып ауған екен. Мұнысы көшкен елге төл аяқ байлау болмасын дегені болар. Сол ауып бара жатқан бетінде Алтын Орданың ханы Әз Жәнібекке кез болыпты. Бұрын 3 рет той жасап шақырғанда Асан Қайғы бармаған екен. Ауыл бара жатып кез болған соң Әз Жәнібек айтыпты: бұрын бір хан болыпты, ханның қасында бір қараша кедей қоңысы болған екен. Ханның малын сүмесінен қозы қарын, май мен бір қап құрт алған екен. Күзді күні күзеуге қонар мезгілде қараша ханның бәйбішесі ханды шақырып алып, осы құрт пен майды алып таттырып кетейік. Сонда бізге қалғаны жұтым болар. Хашымға тастырмай кеткен соң берекесі болмас дейді.
Толғаулары. Жыраудың бір алуан толғаулары. Әз Жәнібек ханға арналған. Ол ең әуелі ханның айналасына көз салмай, шабылып жатқан халқының жағдайын ойламай, бейғам отыруына наразылық тұрғысында айтылған болатын. Қымыз ішіп, қызарып, мастанып неге терлейсің? Өзіңнен басқа хан жоқтай, билеуреп неге сөйлейсің? Ертеңгі халық болашағын Жәнібек ханның ақыл айла көрегендігімен тығыз байланысты алып қарайды. Осы арнауларында жырау көз алмай қарайтын көрші патшалықтан сақтанудың қажеттілігін арнайы ескерткен. Асан Қайғы осы Ақшортан мен Қарағай бейнесін келесі бір толғауында кеңірек ашып, орыс патшасы отаршылының мән жайын алдын ала айтып, көрегенділік танытқан болатын. Кейіннен халық басына төнген бұл қауіптің зардабын оның немен тынатынын да дәл болжайды. Ол күнде қарындастан қайыр кетер, ханнан күш, Қарағайдан шайыр кетер. Ұлы қызың орысқа бодан болып, қайран ел, есіл жұртым сонда не етер? Асан Қайғы қаласының жыр толғаулары негізінен үлгі өсиет мақал мәтел іспеттес болып құрылады. Жырау ру тайпалық одақтардың генеалогиясы, халықтық әдет-ғұрып, дәстүрлерді дәріптеп, өмір сүрудің мәні туралы жақсылық пен жамандық, әділдік пен зұлымдық, үлкенді сыйлап қастерлеу, олардың ақылын алу, бір-бірімен босқа қырсықпау, бейбіт өмір кешуге, ізгі ниетті қарапайым, адал, шыншыл, иманды болуға шақырады. Түсіністікпен үйлесімді өмір сүру үшін әр адам өзін-өзі жетілдіру қажет. Ізгілікті болу бүкіл адамзат атауларының бәріне ортақ дейтін гуманистік тұжырым жырау шығармашылығының негізгі арқауы. Енді бір алуан жырлары тұрмыста түйген ой тұжырым болжау түрінде келеді. Асан Қайғы есімі тек қазақ халқының ғана емес, басқа да ағайын халықтарға, ноғай, қарақалпақ, тағы да басқа көршілес халықтарға кеңінен таралған. Бұл орайда жырау толғауларында жоғарыдағыдай философия және психология мәні зор қанатты сөздермен атқарған өзіндік рөлі ерекше болды. Философия дүниетанымы. Асан Қайғы қаласының философия дүниетанымы үш бағытқа бөлінген. Этикалық дүниетаным біріншісі. Ұлы жыраудың философия ойларының өзегін құрайды. Адамшылық басты қасиеттері, олардың мәні мен сипаты жоғары имандылық деңгейінде қарастырылған. Поэтикалық формамен берілген этикалық ұғымдар, түсініктер, қағидалар шығыс өркениетіне тән ерекшеліктермен сабақтастық тауып, адамгершіліктің алуан қырлы болмысын айқындайды. Поэтикалық зерде және философияның қазақ дүниетанымында егіз ұғым екенін жырау өз толғауларымен арқылы толық дәлелдеп берді. Адам өмірінің мәні, мақсаты, өлімнің растығы, қоршаған дүниені тану мәселелері Асан Қайғы философиясының басты бағыттары. Асан Қайғы гуманизмі, адамға деген сүйіспеншілік, тарихи саны арқылы түркі халықтарының жадында сақталған. Ноғай, өзбек, түрікмен, қырғыз, қарақалпақ халықтары арасында Асан Қайғы есімі ілтипатпен аталып, құрмет тұтылады. Оның ақындық ойы мен жыраулық философиясы өзінің танымдық құдіреттілігімен ерекшеленеді. Қазақ халқы ғасырлар бойы сатыларында Асан Қайғы есімін үстемдікке, озбырлыққа, әділетсіздікке қарсы ұстанған ізгілік символына айналдырады. Асан Қайғы Оқша атты қорымда жерленіп, басына кесен тұрғызған. Асан Қайғының нақ жерленген жері белгісіз. Екі дерек бар. Біріншісі Жезқазған облысында Ұлытау ауылында, екіншісі Қызылорда облысының Шиелі ауданында, Шиелі ауылдан 16 шақырым жерде жерленген екен. Асан Қайғыға арнап жасалған ескерткіш Асан ата кесенесі Жеті әулие қорымында орналасқан болатын. Қорытындыға келсек, философиялық терең мұңды ойларын заманның өзі тудырған. Турашылдығы мен тек шындықты айтуы туралы ханның алдында да, халықтың алдында да беделінің болғанын көрсетеді. Данышпан, дана, ойшыл философ ретінде дүниетаным негіздері сол бір қиын заманмен қисып, бағдарланып ұштасып жатты. Асан Қайғы тек құр сары уайымға салынып, қайғырып кеткен жоқ, қайраткерлік көрсетті. Азаттық үшін күресті, жанын берді. Сондай-ақ жарқын болашақтан үміт үзген емес. Енді тапсырмаларға кезек берсек, сұраққа жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: Асан Қайғы қандай тарихи кезеңдерде өмір сүрген жырау? Алтын Орда дәуірінде, Қазақ хандығы құрылу кезеңінде, Кеңес дәуірінде, Түрік қағанаты кезінде. Екінші сұрақ: Асан Қайғының басты арманы не болды? Бай болу, жер ұйықты табу, жаугершілік жорықтарға қатысу, ел билеу. Үшінші сұрақ: Асан Қайғы қандай хандардың тұсында өмір сүрді? Абылай хан, Кенесары хан, Шыңғыс хан, Бату хан,
Жошы хан, Өзбек хан, Жәнібек, Керей хан. 4-ші сұрақ, Асан Қайғының толғауларында қандай негізгі тақырып қозғалды? Сауда мен экономика, әскери тактика, ел бірлігі мен жақсы көрініс іздеу, діни ілімдер. 5-ші сұрақ, Асан Қайғы есімі қандай мағына береді? Елге қайғы әкелуші, әскери қолбасшы, халықтың қамын ойлап қайғы жеген адам, жер атауы. 6-шы сұрақ, Асан Қайғының жерұйық ұғымы нені білдіреді? Байлыққа толы қала, әділетті билік жүргізілген мемлекет, табиғаты бай, жайлы мекен, діни орталық. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.